саламатсыздар, ардақты ағайын, құрметті достар. Бүгінгі айналада болып жатқан жағдаяттың барлығын біз әрине жүрегімізге өте жақын қабылдап, іштей уайымдап жүрміз. Дегенмен де біз бірлікпен осы бір қиындықтарды жеңеміз деп ойлаймын. Ең бастысы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген тілекті Алладан күніге тілеп жүрейікші. Ал дәл қазір сіздердің назарларыңызға Майлықожа Сұлтанқожаұлының насихат термесін орындап бергім келіп отыр, ұсынғым келіп отыр. Бұл термені мен айтыскер ақын Жәкен аға Омаровтан үйренген едім. Жақсы менен жаманың бірдей болмас, әрқайсының әрқилы парқы басқа. Пайда боп қара тастан шығар алдын, болмай меу жылы су ыстық салқын. Жаратқан неше түрлі аумақлық атқып, бірінің арзан бірінің қымбат парқын. Төрт масқап мұсылмандау қауым ел қып бөлекше құрған екен әрбір салдын. Әр пенде дүниеге бір-бір келер. Өтеді ау күні бітсе бір күн өліп ақы. Тайған үйіңде қанша жақсау болсаң да, ойласаң бір-біріңе бәрі мейман. Ұядан иғрандар талпынысқан, тода жоқ шабытынан артық ұшқан. Топтанай озып жүрген не жүйріктер жет алмай мәліне алқынысқан. Бітеді терек көкке ауаланып, бітпеген болса жаман мәуен ағып. Парқыда бұл адамның сол сияқтау тұралық мәуе қаштай жерге бағып. Кеулі кейбіреудің аспан менен кісіге пайдасы жоқ асқан менен. Созылып не жүйріктің пайы кеткен, тіріде озып боп жүр басқан менен. Қандай ұста бүркіттің алғаннан ау түлкі қасқыр, қарағұс жемтік іздеп болған нұсқа. Әрісті ақылдылар абайларсын, не білер пайымы жоқ ақы.